Ассалаумағалейкум қымбатты достар. Бүгін 3D әңгіменің кезекті бағдарламасын бастағалы жатырмыз. Бүгін бізде қонақта өзіміз достарымыз, бауырларымыз, Сырдария құрамасының капитаны Марат Сәрсенбаев және де Шымкент жастар құрамасының капитаны Тағай Нұралиев. Новый чемпион. Новый чемпион. Чемпиондардың чемпионы. Сол ойын жайлы айтып отырсаң. Қалай болды десең. Көшеде қалай халықтың танып не қылып жатыр ма? Еңбегіңді бағалап. Жоқ, негізі мен енді сендер ойнадыңдар ғой. Мен көрермен ретінде өттім да. Көрермен ретінде ойын өте күшті өтті негізі. Иә, жалпы өте күшті. бәрі Бірінші шыққан командадан бастап, кәдімгідей халық мен анау неге қызғалдақ Қолға ма? қызғалдақ қол ма? Соған барған кезде мен ойладым. Анадан, анау төбедегілердің күлкісі мына естіле ма деп те. Страшно ода анау. Жоқ. Кәдімгі сарқырамадағыдай халықтың күлкісі төгіле түсті. Әдеби бағдарлама. Төбеден төккендей болды. Жігіттер қош келдіңдер. Енді бастап өткен қызықтарыңыз. Бірден ба? Жадырман дайындығында қандай тұстар бар? Сіздер көп сапарда жүресіздер. Жоқ, негізі Шүйден ішіп қойсың ғой негізі. жоқ, негізі жалпы Марат та, Тағай да жалпы былай Жайдарманнан бөлек, Жайдарман сағынасында олардың әзілдерін халық біледі ғой, біз айтпай-ақ қояйық. Жақсы, сүйіп қарайды. Бірақ өмірде де бұл екеуінің негізі әңгімесі өте қызықты. Марат бүйтіп салиқалы отырып, біреулер күлдіру үшін деп доказады ғой, бұл бүйтіп байсалды отырып тығатын әзілдер. Және Тағайдың бүйтіп серьез отқан Тыңдамадың да Тағайдың бір адамдарды теңейтіндігі маған жаман өтеді. мысалдары ма? Мысал. Чемпион деген атақтары бар, сценарист деген. Мен Маратқа тағы да бір не қостым, атақ көмірдің амбассадоры деген. Айтпашы, Инстаграмда іліп жатыр. Осы тағы бір 2-3 рет жасаң барып қалады ғой газы негізі. Келіп жатыр дейді енді. Ол видеоларға газ ескертулер де келіп бастады ғой. Серьез? Жүргізіп жатыр, сала бермей-ақ қой. Кеп қалаңыз деп па? Әйтеуір процесте деді ғой. Биыл келеді деп отыр енді бұйырса, келсе болатын еді. Енді шелекпен емес, пакетпен түсірді, жеңілдетіп шамалы. Аз жағып жатыр деп па? Біздің бағдарламаның мән жайын түсіндірудің қажеті жоқ негізі. Жігіттер біледі ғой, көріп жүр. Сондықтан да біз енді жігіттер шамалы былай тонусқа кіріп алғанша бір әңгіме болсын. Ұлан Мен постоянно осы 3D-да Қуантай тәтем туралы айтатын едім. Постоянно. Ұлан бүйткен де сөйткен, ұлан негізі ол кісіні былай бүйтіп әңгімелесіп, жақын отырып, не алмаған екен. Былай сырттарынан естіген бір рет амандасып, телефонда ғана сөйлесіп сондай да. Өткенде жаңа жыл күні келді ғой ол үйге. Үйге ма? Үйде кәдімгідей ұлан асыр отырысып, негізі ол әңгіме ұлантай негізі ол негізі былай еді де, біз негізі жас кезде қыздарға барамыз ғой. Жаңағы қыздарға барған кезде өзі кала-кала шалбар, өзі көйлек киесін, көйлектің жағына ерде ғой оның. Сөйтіп ана герзовый етік, енді герзовый етік екен ол көрінбейді, бәрібір кала-кала шалбар. Оның ағаңдікі, оның папаңдікі, оны 1,5 кило мақта тығып барып киесің басына. Қызбен сөйлесіп тұрасың да, өзде қызбен темекі шегіп тұрып сөйлесу мода дейді. Бүйтіп қызбен темекі шегіп, дауысынан ана кісі таниды сияқты бір шекті елестеп жатыр. Маған таныс соққылыш айта бер. аккуратно бүйтіп темекі шегіп тұрғаннан бүйтіп қасыма енді әдемі әңгіме кетіп отыр әне жерде. Сөйтіп жаңа қасыма қарасам бірдеңе арық етеді. Сөйтсем 150 килолық ит тұр екенсің, мен жаңағы сен көргендей, сен айтқандай жаңағы. Сол иттен енді ана бір, мен енді бір артық бір кілт қимыл жасасам ана ұрайын деп тұр. Мен ана ит. Сосын ана қызға енді мен ана жерде қимылдасам, енді қызға мәшқара болмайын дедім де, қызды суға жұмсайып едім мен. Суға барып кел дедім де, қыздың алдында позор болмау керекпін ғой. Сөйтіп қыз кетті, тік темекімді тастадым дейді. Тік дегендерін күшті айтады ғой, тік темекімді тастадым. Сөйттім де бірден етіп жылжып, бүйтіп қашуға болмайды дейді. Бүкіл скорості қостым ана жерде дейді. Задние бар, алды бар, арты бар. Өзім заводдан ұстап секіріп келгем. Резко келдім, бір гірзіп етік сол жерде қалды ғой олан. Ана жерден қолмен ұстап өтейін десем, белімнен жартысы ана итте қалайын деп тұр. Секіріп өттім, иттің өзі құйт етіп бүйтіп қарап қалдым. Артымнан кетті көзде қат жүгірген, ләп-ләпылдап жатыр кала-кала шалбарым.
сөйтті да ана итпен кетіп бара жатырмын, до того қатты жүгірдім, екі аяғым, екі құлағым жанынан өтіп жатыр. Ана ит менің оборотымды көрді да мені қумай қойды. До того неғып қалғанда, Теңгизге жұмысқа бардым ғой мен ұлан. Батыстың адамдары өзі, отельдер өзі ашуланшақ боламын, өзі ояқтың неғып, біздің шымкенттіктер ойға бармайды десем, олар күлмейді екен ғой жалпы. Оларға бір әзіл айтсаң, ұратын төбесетін адам құсап тұрады. Сол жақта күшті бірақ әңгімелері ше. Бұны өткенде сол КВН-ге дайындалатын кезде бір коттедж алып байдың балаларымен отырғанбыз. Сол кезде ұлан көкеміздің дауысын бір салып 2,5 сағат сольный концерт берген. Жаңа бір есіме түсіп жатыр да, Түркістанда университетте жұмыс жасаймын. Бәріміз КВН-ге баратын деп қойды. Бәрінде команда апардыңдар, жетекші болдыңдар. Мен де сонда жетекші болдым, пәленбай жыл енді. Сөйтіп, жетекші болғаннан кейін балдардың бәрін не қыласың? Сабақтан босатуың керек. Билет аласың, ана мынау. Билет ал, билет жоқ Астанаға, Маусмашаға барадық та бір деген. Билет таппа, ананы үйтіп, абыр сауыр, бірақ сабақтан босататындар істеп қойған. Бәрі копия өткізіп алып, бәрі кеткен. Жаслан деген бала береді өзі бір. Андай балалар болады ғой, деп жаңағы соңында жүретін ше. Асықпай. Иә. Қой болып қала береді. Иә, бүйтіп аны абыр сауырып, ана ретті бүйтіп жүрсем, Жәке деді ол келді. Не болды? Сабақтан босату дұрыс емес деп жатыр ғой. Қалай дұрыс емес? Сенен басқа 8 адам барады ғой. Сен біреу ештеңе демейді. Сен қалай десем, бір адамның қолы жоқ қой дейді. Деканыңның қолы тұрма, тұр. Проректордың қолы тұрма, тұр. Ректордың қолы тұрма, тұр. Енді саған да пайғамбардың қолы керек па деген. Пайғамбардың қолы керек. Соны айтып балдар шашылып қалған ғой. Сол жаңа арада неғып отырсақ, сендер келіп жатқан кезде бір жаңа сол жерде барған баланы біреу жазып жіберді. Сосын ана маған Жәкеңнің әңгімелерін маған жібереді ғой сияқтағы. Голосовойын жібергенде Жәкеңнің. Короче, бір жігітті көндіре алмай жатыр да, ертең ойынға баруға ма? жоқ, бір футболдан бір футболдан жарыс болады, соның ашылуын жүргізу. Волейболдан жарысы соның волейболдан жарыстың басында ашылу салтанатын жүргізу керек ана балаға. Көп болмайды ғой. Сөйткенде Жәкең көндіріп жатыр да, соны голосовой жіберді. Ертең келесің, бір ары кетсе 15-ақ минут болатын іс-шара дейді да, 15-ақ минут болады. Басында сөз бересің біреуге, сосын ашылу болды дейді, ашылды. 15-ақ минут болады. 15 минуттан асып кетсе, микрофонды лақтырып жіберді, қайтып кетті. Микрофонды лақтырып жіберді. Жәкең ана осы деді маған, Нариман айтып берген ғой енді, алғаш шәкірттеріңіздің бірі Нариман. Анау бір өзбекше, енді қазақ-түрікте көп ұлттар ғой. Сол кезде дайындықта болған екен ғой. Сіз ана бір жұмыртқа, не тауық жұмыртқа туады деген сөзді өзбекшесін білу үшін жатақханада жататын бір өзбек студент алдырған екенсіз ғой. Білесіз ба? Сөйтіп алдырған ғой. Енді білмеймін, сол бір өзбекше сөйлеу керек болған ба сол жерінде. Жәкең ашуланған ғой енді, балдар таза қазақша айтып тұр дейді да. Мынаны өзбекше айту керек қой енді, әзіл сәл күлкілі болу үшін. Бұл қайтып айтады өзбекше деген ғой. Сөйтіп Жәкең сөйтіп студенттер бар. Шақырсана өзгереді екен. Шухрат дегенсіз ба енді, атын өтірік айта берейін енді. Точно атын білмеймін. Жатақханадан алдыршы соны деген ғой. Фурқат жоқ, сөйтіп жаңа кім өзбек бала келген студент сөйткенде сұраған ғой, кім мынаны аударып берші, тауық жұмыртқа туады дегенді өзбекше қайтып айтады деген ғой. Сөйтсе Жәкеңе қарап тұрып, тауық жұмыртқа туады деген ғой. Почти қазақша айтты ғой. Мына осы өзгерткен жоқ қой. Мына почти қазақша айтты ғой деген ғой. Жоқ, о бала жаман өлді. Элиор деген бала да. Элиор ма? Сізге түсті ма? Мен ол атын айтуға қиналып, оның атын Сағиды қойып қойған. Ол баладай мені көрсе тапырлап қала береді да. Сөйтіп өзінің тілін ұмытып қалған ғой, әйтсе бәленің бәрін біледі ғой. сол өзбекше. Жұмыртқа демекші, короче, ауылда Жетісайда мақта тереміз ғой. Сөйтіп мақта тердік, мақта тердік, таңертең шығасың, кешке дейін ғой, обед сол жерде болады ғой. Сөйтіп түстің кезінде обедтің уақыты тәжік бауырларымыздың жерін беріп жатырмыз ғой. Сөйтіп аналар обед алып келді кәдімгі. Обед деген енді біз деген енді шай, нан емес та, кәдімгі цейцевел бар, плов бар, анау бар, мынау бар и мощный бір шелек қайнатылған жұмыртқа алып келді ғой.
қайнатылған жұмыртқа. Сөйтіп ана жерде 10-15 адам отырмыз ғой. Сөйтіп ол жұмыртқаны сәл кештеу әкеліп қалдық. Оған жаңа салаты бар, анауысы бар, пловы бар, тойып қалдық қой. Сөйтіп өткір дейтін тәжік жігіт бар еді. Сол келіп кешек келіп тақ кәткізді. Тез жеп тастады, үшеуін бір ескі жеп тастады. Сөйтіп еді, Кана деген бір адам, өткірден артылмайды ғой деді. Ана өткір сәл мақтан сүйетін жақсы көреді да ол. Тақ кәткізді, тағы үшеу келді ғой. Сөйтті да сонымен қызды өткір набайды санап отырайыққа кетті. Уже интрига. И өткірді намыс оянды, кәдімгі бір олимпиаданың финалы ұқсап ше. Так жеп жатыр, жай. Біз тек әңгіме күліп, анау жеп жатыр, бәріміз. И 27-сін жеді ғой. 27 жұмыртқаны былай елестетудің өзіне возможно. И гүпті болды ғой кәдімгі. Сөйтті да 3-тің кезінде мақта теріп арғап жұмысын істейді, теріп кетесің ғой. Өткір кәдімгі өгіз құсап телешкінің астында жатты. Бір кезде оң жақ қарап аунады. Бір кезде телешкінің темірінен ұстап былай тұрды. Ана енді қысып жатыр ғой жұмыртқа ше. Ауыр ғой. Сөйтіп мақта тереміз, бір қараймыз, өткір өтіп баратады. Қамысқа қарай кетіп баратады. Барады, үлкен дәретке отырып келеді. Теріп атасын, мақта өткізуге таразыға барсаң, қайттан өткір өтіп батады. Жан жақтың бәрі өткір ғой керек. Полный линия, сет қысып өткір өтіп барады ғой. Бір кезде уже андай ғой, жай басылып жатыр ғой енді. Сөйтті дағында кәдімгі арыққа барып секірді ғой. Басу үшін ше енді. Болмай жатыр ғой. Сөйтті да, общем, обедтен кейін өткір мақта терген жоқ. Полный сонымен айналысты. Енді қасиетін айналды. Сөйтіп өз-өзін сәл ретке келтірді ғой енді. Сөйтті дағында, и то мақта тереміз, кешкісін футбол ойнаймыз. Сөйтіп дағында, кешкісін футболға, кешкісін мақтадан неғылып, арсылдап, футболға бардық, кәдімгі бардық, ана неғылды, өткір келді, бәріміз футбол басталды. И бізде ана стадион ауылда бәрі жерде бычыт қой. Андай бычыт стадион, и жанынан кішкентай арық ағады. Мынандай бір су өтіп отырады да. Сол аут. Сол аут иә. Сөйтесің да ана жерде бас алды футбол, бір нәрсе болды. Ана неғып жатыр, теуіп жатыр, анау батыр, мынау батыр. Бір кезде каким-то образом сол арық жақтан өткір келе жатыр ғой доппен. Сөйтсе Сабыр деген жігіт алдын ашты, корпуспен itер жіберді да. Бақ өткір арыққа құлады ғой. Сөйтті да, давай дейді, арқап кет, қараңғы батты, қайтайық деп біреу. Өткірген деді ғой. Сөйтіп еді, өткір ол. Футболды итаки көп ойнамайды ғой. Қайтып кетті ол деді ғой. Жоқ, қайтып кетті жоқ деді бір нәрсе. Мош деді, қайтамыз дедіңіз бір кезде. Шықты ғой. Сөйтсек, короче, корпуспен неғылған кезде плотно арыққа құлаған ғой бүйтіп ше. И су күй ұқтап қалған ғой. Үстінен жай әдем мұздай су ағып отырады. Соның ырғағымен ұйқыға кеткен. Су тербегенде. Одан кейін жұмыртқа жемепті ғой. Жұмыртқа қиын ғой негізі. Тұғып тастайды ғой. Баяда жұмыртқа демек үшін біз үйге біраздан тауық асыратып көрдік. Үйде ештеңе жоқ қой негізінде. Бір велосипед бар еді, велосипедті картаға ойнатады қандай? Аукцион. 36 карта. Иә. 36 тауық келеді үйге. Ол тауық қойын дейді дегенше. Басқа 36 картаны ашады. Біреу алады, бірақ приз болды. Тауық кіріш. Тауық велосипед ұтқан жігіт воротадан шыққан кезде велосипед қирап жатыр. Бұзылып қалады. Сөйтіп ана тауық үйде тауық асырап жатыр. Мышық жейді ана тауықтарды сөйтеді ғой енді. Бірақ 4-5 ақ тауық қалды. Братан біле. Деп ұстап алады да. Мынау бүгін туады дейді. Жұмыртқаға тірелсе, мынау бүгін туады. Қолын тұра ма? Мынау тумайды. Мынау бүгін туады. Ана дуана деген болып еді ауылдарында. Иә. Дуаналар Сыған дуана дейді. Дуаналар келеді, қаппен көп жүретін. Әрдеңе сұрап жүреді. Біздің үйде 2-3 күн қонған сол дуаналар. Ауылда ше. Негізді жандар. Білмеймін. Мамам кіргізіп ала береді сонда жана шығыш па. Үйде қонатын. Сөйтіп ана дуаналармен бірге кешкі шай тамақ ішеміз ғой. Қырғен жұмыртқа оны сепкіл түйетоқтың жұмыртқасы ғой деймін, по-моему, сепкіл болатын ше. Сондайды алып келеді бір-бірімізбен ойнататын. Ана басқа жарып ұратынды солар шығарып берген бізге ше. Солар көрсеткен тұғын. Басыңа бұл ұрат жұмыртқаны жарылса сен жейсің да, жарылмаса саған бермейді, алып қояды да. Қазіргі тренд. Сол кезде дуаналармен жегенбіз сол тренд ше. Жұмыртқа дегеннен еске түсіп тұрды.
өткенде Медет Досқанаевтың концертін ауданда араладық қой. Сөйтіп Ағдалада концерт болып жатыр да енді. Сөйтіп Медет шығып бастады ғой. Күлкі энергиясы концерттің аты. Сөйтті да жалпы адам баласы 3 нәрседен энергия алады екен деді. Күлкі соңы ғой Давиксін беретін жері. Біріншісі күннің шуағы, ананың мейірімі. Үшіншісі не деп ойлайсыздар деп бір бала орнынан тұрып кастет деді. Кастет дей салды Кастет не? вообще логикаға келмейді ғой. Менің Әскербек деген класстасым бар да, алдын соны Нұрсқа айтып бергем. Жоба дегенді білмейді ғой. Жобалату дегенді білмейді. Өткенде Жақындау ма, ұқсату? Төбелеске бардық дейді. Білә 4 ба 30 ба бала жүр дейді ғой. Жоба келмейді. Баяғыда естерінде мен Нағашым ауылына бардым, ол кезде 3 ба 9 ба оқимын дейді ғой. Вообще келмейді. Бізде сондай ана кім бар еді? Тек санмен сөйлейтін дейтін шедік ше. 8-де тұрдым, 9-да бет олым жүрді, онда фук шығып кетем ғой дейтін. айтып бересің. Андай бар еді, тек звукпен сөйлейтін шедік. Бала дейтін бар. Звукпен сөйлейтін бала дейді. Кішкентай кезде осы жаңағы 8-ші класс, 7-ші класс оқимын ғой деймін. Үйде ғой жаздың кезі, нағашы апам сол жаздың уақытында келетін еді, әжелеріміз ше. Жаңағы соғым алып келді сол кезде енді. Папа ол кезде заводта істейді, мақта заводта. Сөйтіп жаңағы соғым 1 жылдық па 2 жылдық па ет алып келді, әжептәуір ет. Сөйтті оның бәрін тұздады ғой, апам ше өз қолымен тұздады. Мен қасында ойнап отырмын, ол кезде телефон жоқ. Сөйтіп неғып тұздап болды да 1,5-2 сағат па тұздады әйтеуір. Датауы ет көп болды. Ең соңында ана қарта деген бар ғой, қазының қартасы. Тазалау қиын ғой. Оны вообще көп. Ана оған еттен бөлек, тұздан бөлек зіре, анау да қосады екен. Исін кетіреді ғой. Шыққарын ғой. Соның бәрін соңында қартаны істеді ғой апам ше. Ана ет керсен етті, ана салқын жерге апарып қойып қойдым. Сендер жесін деп істеп жатыр ғой. Иә, сол жесін деп істеп жатыр. Сол мен қасында ойнап отқан, қартаны бір кезде бітті ғой апам ше. Сөйтті да маған мен ана ойнап отқан кезімде дұрыс естімегенмін, етке апарып қой дейді ғой оны. Итке деп естисің. Иә, итке деп естимін ғой мен. Қанша сағат істегенше етке апарып қой дейді да маған береді. Сөйтіп мен орнымнан тұрамын да, ойымда ештеңе жоқ. Сыртқа шығамын да, Боби деген итіміз бар еді. Боби ман деймін да, алдына тастаймын ғой. Қартаны, бүтін қарта. Это деликатес ғой, тәтті ғой. Лаваштың несі құсап жалп етіп тастау алдына ше андай. Боби, ой блядь так маған ше. Боби жетті. Дейді ғой, тұзы көп қонан. Кім айттың, жүгіріп қайтып келдім де үйге. Ана деп жеп жатыр ғой дедім. Апам айтты. Нені деді апам ше? Жаңа қартаны дедім ше. Сөйтті де, жеп жатқан несіз деді. Итке бердім ғой енді, бит жеп жатыр, тұзы көп болып кетті ау дедім мен. Сөйткенде апам, тұқымың көбейгір, мен саған етке апар дедім ғой деді. Сөйтті керсендегі еттерге апарып қос деген ғой. Сөйтіп мен апам сонша сағат істегенін бір тиын қылғаным бар ше. Бірақ мен анандай сол кездегі баяғы үлкендердің ұрысқанын айтамын да мысалы. Ұрысқанның өзі бата ғой, тұқымың көбейгір деп ұрсады. Береке тапқыр деп ұрсады, бай болғыр деп ұрсады да. Бірақ сол ұрыстың естігеннің өзінде кәдімгідей намыстанып қалатын ше. Екінші рет қайтып естімеу үшін ше, тырысып. Қазіргі ұрыстар страшный ғой негізі. Ишақтан бастала салады. Бірақ сол сөзді естіп тұрып та анау қоя салмайды дейді балдар. Сосын мынандай бар еді ғой, қазір сондай жоқ. Үйтпе, жаман болады дейді еді ғой. Ұят болады, жаман болады. Жаман болады. Не болады? Жаман болады дейді еді ғой. Мен бала шағаға бір кісінің ұрысына қатты таңғалдым. Біз ана күліп алайық дейтін жобада жүрдік қой. Уәлибек Әбдірайым дейтін көкемізбен бірге. Сөйтіп дайындықта постоянно уәкең бірінші келеді, кешікпесе де сәл ғана кешігеді, или вообще келмейді, бірақ отырады постоянно дайындықта. Сөйтіп Наурыз аға екеуміз келдік, дайындыққа келдік. В общем, Ақсүйрік дейтін актриса бар еді. Соны өзім күйеуі жұмыста ма әйтеуір бала шағасын ертіп келіп қалды. О, екеуі бала шағасы дуалмен жүгіреді. Қатты шулайды да. Дуалмен келді де амандасып, ана көргеннен жақтырмады ше уәкең. Ана бала шағасы бұзық екенін біледі ғой. Алдын ала да келіп жүрген ғой олар. Көке енді ана күйеуім жұмыста, үйде ешкім қарайтын болмағаннан кейін дайындыққа алып келе салдым, осы жерде жүре береді деді. Деді да, көкем отыра берді, дайындық бастады. Ақсүйрік көш дайындық сахнаға кетті. Ана екеуі шулап жүгір же ана екеуі. Маугли ғой. Сен оны негізі былай қыңыз.
дейді да ана бала шаға бір қарап қояды да көкем бүйтіп не бір кезде наурызға отқан жанында аналарды тынышталдырудың жолы ғой сол кезде көкем бүйтеді ана шулап мына жер шулап жатыр еді негізі бұл бетті наурызға қарап ей атаңа не наурызға ана екеуі жауап қарады бізге ма деп ше ей атаңа не тыншып отырсың сен ей не ұрды ғой еще ұрды наурызға ұрды енді шулайтын болсаң атаңа не сен шығарып беремін бірдеңе деп еді ана екеуі қарады адрес анекі ғой негізі сондай аяғына дейін бізге келгенде айтып еді ғой дейді немерелерді ұрысқан балам ұрсам дейді да немерелерім ұрсам мына келіндер неғып қала ма деймін дейді да көрегенділік қой негізі анау шулап жатады дейді мен жұмыстан шаршап келдім дейді енді ол кісілер десейді ғой шаршайды ұрсам четкий ұрсады ғой баласын ұрсады ана ауылда мал бағамыз ғой бала күнде ше кана деген бір адам бар 86 жылғы ол короче бәрімізді жинап алады мал бақтырады бізді жұмсайды сол ғой и андай ғой төбелестіре салады туысқаның емес ой жоқ ауылда 86-та братан ол ше ол өзінің нелерімен араласпайды ол тек футболда ғана көресің бірақ анау біз малға шыққан кезде ше неудержимыйлар жиналады ғой әнуар деген бала бар да оның хоббиі кәдімгі талға тікенге араның ұясы болады ғой соны деп мыж жіберу хобби кәдімгідей деп барады тез тез неғып жібереді сондай болады мәнібек деген балалар ол су іше береді кәдімгі каналдан су әкеледі да іше береді ол неге ішеді әлі түсінбеймін онша шавкат деген бала бар ол кино айтады киноны айтқан кезде кәдімгі терминаторды біз көргенге дейін содан бір 6 рет естідік қой анау кәдімгі 3D болады мен анекдот көргенде қызық болмай қалдым ба неде кеше біреуді естіп шәуілдір жақта бір үш үлкен ақсақал мақтанып отыр дейді да тұрар айтып берді тұрарды мен кеше балам кореядан бір машина әкелді ойпырмай ана машина сұмдық ей дәу атын жаттай алмайсың ғой атын білмеймін мынау ауылдан бір сағатта жерде бір ауыл бар екен қандай ауыл десек болады мысалы көксарай дей салайықшы көксарайға бір сағатта жүр ғой барып анау жаңағы құдалардың жағына соғып шай пай ішіп бүйтіп келем деген ойпырмай алтыда шығып еді алтыдан қырық кеткенде соның тірлігінің бәрін бітіріп келіп қойды деген сонымен екінші қалу керек қалмау керек қой енді ой біздің балада кеше Россиядан бір машина келді ойпырмай ана машина сұмдық ей ана көзді ілеспейді ана машина сұмдық үйден алтыда шықты сол кеше біздің нағашылары көксарайда тұрады ғой рома алтыда шықты барған нағашылар шай пай дейді ғой шай пай ішіп тірлігін бітіріп келіп 6:30-да ма 6:20-да ма келіп қой деген деген ғой үшінші рет дейді кейін осы нағашылықта шай пай ішпегенде 6-да шығып 6-да келеді екен да деп шай пайға уақыт шай пай ішпегенде 6-да шығып 6-да келеді екен жазыңғы жаңағы братан дегеннен шығып жатыр ғой нағашым бар еді да біздің нағашылармен үлкен болғанмен жаңағындай бізде жазда 3 ай уақытта нағашылардың үйіне өзіміздің үйге ауылға жіберіп жүреді ата әжем бір жылдары 6 класс оқитын осы аяғым сол аяғым 7 жерден шығарып аламын ғой бір аяғым ше 3 саусақ 3 шыбық толық кетеді ғой 7 рет өлшеп басқа нәрсе жетеуінде салу керек болады да сол үшін шығып кететін жылы екінші нағашыма үй саламыз деп қыш құямыз деп шақырып алған бүкіл жиендерін ше жаңағындай қолы бос дегендер асар ғой 5 мың ба 7 мың ба қыш құйып тастағанбыз ғой бір күнде ма жоқ ей бір күнде емес өліп кетеді бір күнде белің айналып кетеді бір күн лай дайындап қоясың жарты күнде бір күн не болды деп сөйтіп кимина деген сериалдың басталатын кезі телевизордан ше оны біз білмейміз кешке күндіз түні ол кезде ауылда вообще ұйықтау деген жоқ қой и сен қатты еліктегенсің еще киминаға иә мен ол кезде білмеймін ол киноның бар екенін әлі сөйтіп анау қышты құйып бітеміз біткеннен кейін андай да бізде күнде әдет бойынша ауылдағы үйлер кең болады ғой есігінің алды дәу әуелдер үлкен сол анау мал бағатын жерде пададан келмей жатып футбол ойнап алуың керекпіз ғой өлсең өліп кет ана 2 қыш құймасаң да футбол ойнап алуымыз керек екі нағашым да ойнайды сосед бәрі нағашым ғой бәрі келеді ауылдағы бүткіл жаңағы пелелер келеді ғой неше түрлі ше бір Роналдоның прическасымен 11 бала кіріп келеді ғой сөйтіп күнде футбол ойнаймыз ғой ана жерде есіктің алдында сөйтіп футбол ойнап жатырмыз бекболат деген нағашым бар да соның Тайсон дейтін күші жаман көп соның туған ағасы бар сол кісі нағашым
мен де сәл ұрттап алған ғой, мен де ойнаймын деді да енді. Ар жақтан келіп, енді ол үлкен кісі, оған жоқ дей алмайсың ғой. Болды, ол бізге ойнайсыз дейміз ғой енді. Доп соған қарай кетеді ғой, именно ше. Жаңағы негізі ана жерге пададан мал келгеннен кейін мал арқандайтын жер ғой. Доп тебем дейді да, доптың тұсында қазық тұрады ғой. Соны тебеді ғой. Доп вообще қимылдамайды ғой. Тебеді анау ше, бірақ нағашым ше тепті да. Мен де ойнаймын деді да, қан қызумен келіп таңғы өткізді да. Уй деп бір аяқпен стадион жартысына дейін барды. Аяқтан қатты жүгіріп келген ғой. Еще бірінші удары деп. Бірінші удар. И соңғыда болды ғой. Сразу кейін ертесін сынықшыға кеткен, жаман, күлерің білмейсің, күзең таяй жейсің да не ше. Менде тура осындай бар, Давидовсы тура осындай ше. Ол ұзақ әңгімеде кадрын ғана айтып берейін. 67-лер 20 жылдық берді ғой. Это қай жылда? 25 жыл, 20 жыл. Бұл кезде мектеп оқимын. Мен 67-лер ма? 67-лердің 20 жылдығы ғой, 2004 жылдар шығар примерно. Мен боковой судьям. Ал главный арбитр Асан деген кісі. Ол 66 жылғы кісі. Ол ауылдағы менмін деген номер 1 судья. Кәдімгідей андай өзінің киімі бар, салатыны бар, ысқырығы бар, карточкалері бар, ровно жүреді. Ысқырығы бар судья. Андай тырт дей ма, андай Жүнейд Шақырларға ұқсап ше, бүйтіп сөйлеспейді кәдімгі. Бірнәрсе деп қойсаң, тақ маңдайын красын алады да, кәдімгі сөйлеспейді сен бүйтіп ручкасын алып жазып кімге жазып дайындала ма? Ондайды вообще көрмегенбіз ғой біз. Сөйтіп бас салды, и ол андай одан өзін пафос қойып алғанда ашады. Полуфинал, финалды жүргізеді, болды. Ортасына майда жеді ойындар жүргізбейді. Кәсіби десе. Сөйтті де 20 жылдық басталды азанғы 10-да. Бір күн алдын жеребе болған. Пәленшемен төленше, түгенше түседі деген. Сөйтеді де 10-да бір мектептің бір командасымен көрші ауыл ойнайды деді ғой. Жаңбыр құйып жатыр. Екеуі де Миланның формасымен шықты ғой. Бірдей ғой, алдарында Opel деген жазуы бар, бірдей ғой. Шевченколардың кезінде. Ана айтты, міне біз ойнамаймыз, формамыз ана ауысақ. Ешкім ауыспайды ғой, ойнамаймыз. Сөйтіп Асан айтты, үлкен кісі ғой енді. Сендер де үстерің шешіңдер деді. Құры шортим ойнайсыңдар, сендер неме ойнайсыңдар. Болды деді, соны атырып тұр ойын басталды. Сөйтті ана жалаңаштар ұтты кән, 6-1 маға жүрді. Ұстайынса ұсталынбайды. Фак өтіп кете береді. Сөйтті дағыны атырып тұр ойын басталды. Сөйтті дағыны Асекең уже Открывашкин істеді, жұмысын алды. Енді финалда кешкелі ертең финалды ғана басқарады. Болды. Одан кейін қалған 2-3 мұғалім басқарады. Мен бәрінде боковойым. Бәрінде кәдімгі не қыламын ше. Бірақ әлі күнге дейін мен боковойымды бір адам есепке алмаған ше. Апсайып көрсетемін ше. Еш оған қарамайды. Өздеріне алып не қылып жүрмін деп қазір ойланамын да. Сөйтті дағыны Асекең бітірді да бүйтіп киімдерін ауыстырып, мектеп қасында ғой, соны кішкене душқа түсіп келіп, өзінің достарын, інілерін шақырып, 100 грамм ішіп отырды. Екінші команда бір судья жоқ қой деді ғой. Асекең екінші судья етіп берсеңші деп. Мен финалды ғана басқарам ғой оны. Эфир жүретін адам құсап ше. Протоколда жазылған сияқты деп үлкендер айтқандай, болды жүргізейін деді. Киім бәрі қатып кеткен. Анда жемпір несімен аяқ киім калошын киді да. Кәсігі шпилесі жоқ қой. Бүйтіп сары картонда отырады ғой. Тұрып барады картон. Дырт деп екі рет жыртты да, сары карточка ғой. Қалтасын салды да шықты. Патыр бұтыр басқа алды, кәдімде 8 ба 9 жика берді. Красный жоқ. Шақ. Өзі сондайға пафосқа құмар кісі. Пенальти белгілеуді жақсы көреді. И андай нәрсені өлдім, егер эфирде болсам, ол кісіні бір 20 рет эфирден көресің, егер эфирі болса да. Сөйтті да ауылдың командасынан болысып жатыр ғой енді. Сөйтті не алды. Бір кезде наоборот көрші ауыл сақ кетті ғой. Көрші ауыл сақ кетті да, бір нәрсе сөйтіп өтті біреу. Мына шеше 12 болып кетті ғыналар деді ғой. 12 болып кетті деп. Ішінде Нұржан деген бір братан бар еді, Нурик дейді ғой. Мен деді ғой, сол гол саған ғой. Мен кешірім сұрайым, шығам деді, шығып кеткен ғой. Сөйтсе Нуриктер өздері 89-да жиналып стадион түбінде жыңғылда ішеп отқан ғой. Сонда біреу айтқан, Нурик сен қатты ойнамайсың деп. Өй, мен уровень емес бұлар деген ғой. Мен шығам, салам деген ғой. Шетті әңгіме отқыды, футбол отқан кезде. Қойшы бір мықты ойнасың, қазір көресің деп ше. Шығып,
гол салған ғой аналарға дәлелдеу үшін ше. Сөйткенде келгеннен кейін көрдіңдер ма деген ғой, бірақ ойын быт болып жатыр ғой. Быт болып жатыр ғой ойын. Кәдімгідей алас ұрып жатыр. Сөйтті дағыны бір басы 30 минуттан ровно басталған. Кейін 25 минут болды. Бір кезде 16 минуттан ойнады. Сөйтті дағыны 3-ші орынмен финал ертесі күні болады деді. Ертесі күні тек Асекең басқарады. Болды. Басқа судья не жоқ. Асекең кәдімгі дайындалып ертесіне киімдерін карточкасымен. Карточкасымен. 3-ші орын, в общем, кешікті ғой. Сөйтті да Асекең, сендер түгелсіңдер ма деді. Сендер 3-ші орынсыңдар дей салды. Сөйтті да финал басталды ғой. Финал басталды кәдімгідей. 40-40 минуттан 80 минут ойнайсыңдар, 15 минут дем аласыңдар деді. Сәл тәжіктер араласқан көрші ауыл бар. Олар жаман қатты ойнайды. Кәдімгі тренермен кіреді олар ше. И біз біздегілер бүйтіп бір жыл отырды, олар кәдімгі четко тік дайындалып, бір-біріне пас береді, тақ доптарын төгеді, анау болады, четко ойындар істейді олар, дайындалып қыздырым шығады. Біздегілер үлкен кісілер мазақ аналар ше. Шаршап қалды қазір олар. Ұтасыңдар. Сондай әңгіме ғой. И, короче, сол біздің ауылдың сборныйында Баянбек деген братан ойнайды. Ол действительно қатты ойнайды енді. Ауылдың лидері. Ауылдың лидері. Ол біз кішкентай кезімізде есімнен қолына бір белдерді байлап, шашынандай обманкілермен қыстырылып ше, не бір новый аяқ киімдерді киіп, кәдімгі бутсылар сода барды оның. Басқа ешкімде бутсы жоқ. Тек Баянбек қой, Баянбек. Сонымен басталды. 3-0 ұтылды ғой бірінші тайм. Сөйтіп еді Кәрімбек деген кісі. Баянбек қаяқта деді ғой. Бірінші тайм бітті. Баянбек қаяқта деді ғой. Мынау ауылды позор қылатын болдыңдар ғой. Неге осындай кезде Баянбек жоқ деген? Кәрімбек деген кісі вообще қатысы жоқ. Баянбекті біледі бірақ ойнайтын. Баянбек керек деді ғой бізге. Айтпақ Ахиллес сияқты. И Баянбек Қозапия оруға кетіп қалды. Оған звондайын десе сотқы жоқ. Сөйтті де Ержан дейтін бір туысқан інісі бар еді. Бар. Алып кел ананы деп велосипедпен жіберді ғой. Сөйтті де бірінші тайм мен екінші таймның арасында 1 сағат пауза болды. 1 сағат кәдімгідей 1 сағат просто отырдық әшейін. Мен боковойым, бірақ еш нәрсе істемеймін. Көтеремін, түсіремін, өз-өзіммен жүрмін. Оған ешкім қарап ойында бір апсайт тіркелмеді ғой дальше. Бірақ ойынды көріп жүрмін. Бір кезде Баянбек келді ғой, 1 сағат дегенде келді. Бля деп келді да киімдерін ауыстырып, енді үйреніп қалған ғой, нелерін қайтарып, неғылдеріне шашын қыстырды. Сөйтіп шеттеп, қыздырынып тұрады, Кәрімбек, шешеңді шықсай, желіптер құсап тұра бермей, ойна деді ғой. Сөйтті де бейт, секіріп шықты ғой Баянбек, екінші 40 минут басты. Бүкіл ауыл қарап отыр. И тура сондай, кәдімгі бір шеті жыңғыл, и анда ауылдағы әйелдер, бір нәрселер, әйелдер ұялып, ар жақта көшенің басынан қарап тұр. Баянбек кәдімгі бәкем ғой, келді Баянбек. Келді да ойын жүрді ғой. Тақ Баянбек алып қашады, тебет дық спорлап алып, керекалайын ұстайды. Бір кезде ұрды баспен. Сөйтті біреуін көтерді, сөйтті де 3 шығып теңестірді ғой. 3 қылып, 3-еуі де Баянбектің арқасында болды. Екеуін өзі салды, біреуін кәдімгідей, міне деді ғой, міне Баянбектің келетін жері ғой. Басында келу керек еді Баянбекті, осындай деді. Сонымен алды, болды, кеш батып баратыр, пенальти болады сразу деді. Уақыт. ДПП жоқ, бүтін 1,5 сағат демалды ғой ортасында. Уақыт нәр сонымен кетті ғой. Сөйтті де пенальти деді ғой. Басталды, 5-5 адамнан шығады еді, Баянбек 5-ші деп етін болды. Мен решать едім деді ғой. Шықты, біз жақтың ауылдан біреу шықты. Жайт депті, тағы баратыр қайтарып болды. Абырой болғанда, ана көрші команда да тебе алмай жатыр ғой, қисық теуіп жатыр, дақ кетіп жатыр. Сөйтті дағыны уже не қылды, ияқтан бір болып тұр. Қазір Баянбек саса, уже анаяқтың шансын бірақ не қалады да. Баянбек жабады айтпақ. Сөйтті да бір болып тұр, Баянбек ең соңғы допқа барды ғой. Саса, победа. Болды, победа болды. Баянбек деді ғой, болды. Ашындар ішетіндерін, кешке мерді, кафе, неге барам, бәр әңгіме болады. Бүкіл внимание Баянбекті кадр төбесінен келді ғой Баянбектің же. Баянбек барды да жерді теуіп топты айналдырып қолымен ше. Деп сөйтті қойды ше. Сөйтті де 5 шаг па артқа жылжыды ғой. Тырт деді судья. Асекең. И то Асекең да андай ғой. Тырт дейсем айды ғой. Дайынсыңдар ма деп көріп алады. Сөйтті де Баянбек бітеп тұрды. 5 секунд Рональдиньо ұқсап қаратты енді. Точкасын неғып тұр ғой. Жүгіріп келді, тепті ғой. Бор қеп жаңы шықты ғой. Доп осындай ғана жылжыды ғой.
сөйтсе аяғы мына жерге дейін жерге кіріп кеткен. еш болсаған Иә, допқа аяғы тиіп қойды, уже пенальти не қылады, соңғы келді ана команда ұтты кетті ғой. И 40 минут болып отқан Баянбек геройды кәдімгідей барма тас алған қалды ғой. Неменеге алып келдіңдер мынаны? Мынау тиіп алмайды ғой деп ше. есін ағаның пенальти сондай болған жоқ па? түркістанда медиа футбол болған кезде пенальти беріп бізге есін аға тиіп жатыр. Армани енді мен тұрайын деп қақпашыны шығарып жүріп тұрды. енді Армани варадан аша сала деп тұр ғой. есін аға жүгіріп келе жатқандан уже Армани шетке құлай салды, бәрін көресің. есін аға тепті ғой. Ана доп до того жай барады ғой. Қақпаға жете алмай қала ма дедім ше. Ай барады бүйтіп барады деген шөптердің майысқанын көрдік қой кәдімгі ақсық бар ғой. Содан жер осындай ақ өтті ғой ішке қарай. Ауылдың футболды біздің ауылда да баяғыда көшеаралық жарыс болады, көше болып. Біздің ауылда біздің парктың жанында тұрамыз ғой. Паркте футбольный поле бар да, бірақ бір айыбы центрден сәл былай қарай столб бар. Поляның ішінде Столб бар, кәдімгі столб тұрады. Свет өткен столб тұрады да. Бір братан пас көп. ондайлар көп болды. Столбға жабысқан ғой. Бүйтіп келеді, атлет деп қойған ағамыз ғой бүйтіп столбға жабысады ғой. Көз алдымызда бәріміз көргенбіз. Біздің ауылда негізі футболдар ше. Ол футбол қызық емес. Неғында атып отырған адамдар қызық қой. Иә, көріп отқан қыз. Братар істебейін деп жатса. Сапар деген братан. Ерінің астын тістеп деп удармен барады деп. Ерінің астын тістеп деп сен удармен барады. Ауылда Бақыт деген үлкен вратан бар еді, 77-ші жылғы ше. Ол вратар действительно мықты тұрады, бірақ реакциясы пенальтидің біразын жұлады ол ше. Бірақ андай да воротаға тұрады, пивісін әкеп қояды воротаның қасына. 84-тер защита тұрады, бірашкілер шақырады. Мынадан доп өтетін болса, төртеуіңді қылам дейді ғой. Ана төртеуі кәдімгі ана жерде ше соғыс қырылып жатады. Келеді, астынан кіреді, жанынан кіреді, біреу красный шығып кетеді ше. Анау тұрады ше. Сол Баянбек соған қарсы ойнаған кезде білген ғой защитаны. Баянбек енді сәл жаңағы ауылымыздың БХМ ғой. Сол бүйтіп келатау защита кіретін білгенде тартып төбесінен парашют тастаған ғой. Бақыт спокойно пивін тастап. Ойлаш, футбол болып отыр ғой кәдімгі ше. Кішігірім жарыс ғой. Кәдімгі пивісін алып ше. Кіреді ойынға. Ойын бітеді ғой. Мас болып бір ап шығады барады. Бәке. Қайтайық. Қайбір жылы аяғым сынды ғой менің. Мына жерде мына тіземнен сынған дейді, мына жер жыртылған. Сөйтіп негізі біздің сөйтіп больницада жатырмын, палатада жатырмын, екі аяқты көтеріп қойғам, мына жақта дым жоқ дейді, мына жақ жауып қойған дейді. Халат сияқты бірдеңе кигізіп қойған, екі аяқты көтеріп қойған, мынау көтергеннен кейін мынау түсіп тұрмау керек, мынаған нагрузка екеуін де көтеріп қойған. Мына жақ полный, мына жақ шашылып жатыр. Біздің медсестралар оңбаған ғой негізі. Бәрі негізі больницаның дәрігерлері жемқұр болып кеткен ғой қазір. Сонымен жатырмын, ана жерде тішіп сиесің, санитаркілер ауыстырады ғой енді ана тішіп сигендерінің барлығын. Ана жерде сәл бір тішіп сие қойып ауыстыра қойынсың, санитаркілер бүйтіп Каспийін әкеп бүйтіп неғып тұрады дейді, дәметіп қалғанда енді. Маған бір мороженейің әйтеуір деп 1000 теңге 2000 теңгесін салып қоямын деп. Бір салдым, екі салдым, тазалап қойдым, тағы бір рет ішіп сүйдім, сонымен тағы бір шақырып едім, мен анаған беретін ақшам жоқ енді. Действительно да. Сөйтіп анау тағы бір Каспийін келіп намектап тұр. Сөйтіп анаған айттым енді, бір емес екенмін шәнім ау. Енді өзіңнің жұмысың ауыстырып, мен барып келемеймін ғой енді барып деп. Енді сен өйтіп дәмелене бермесең де іште ұрыстым енді анаған, енді шыны керек та, ақшам таусылып барады. Соныменен анау, онда өзің ауыстырып ал дейді, кетіп қал шеше дейді. Шып сүйгем, анау шыдай алмай отыр. Анау кетіп қалды, әй дейді. Ана жақтағыларда сондай біреу жатыр, анда енді принципиальный анау ақша бермейді ол, ішіп сүйіп, сасып жата береді ол. Сондай адамдар болады деді. Бір кезде главврач кіріп бәріміз тексерттер, маған қаратты. Маған клизма тығыңдар деді ғой маған. Сөйтіп клизмаға дайындатты, сөйтіп маған клизманы кім салады десе, ана қатын кеп тұр ғой маған. Мен ұрысып кеткен маған. Клизманы
бүйтіп негізі сулап майлап барып былай тығады ғой көтке негізінде. Аны құрғақ күйінше калидорға қаратты да құрғақ күйінше гүрс еткізе сал, жаным көзіме көрінді ғой оған ана жерде. Сөйтті де клизманы ашты да кетіп қалды. 5 минутта ма 10 минутта ма толатын нәрсе ғой анау. 25 минут толды ғой, ішімнің бәрі толды ғой. Аузыма жақындады ғой клизманы. Ай, не болар екен, не болар екен. Қасымдағылар да пақ ете қалды ғой. Цунами болды ғой оған. әңгімелерді өлтіреді ғой. Даусымен елесе де бересің. Даусының өзі күлкі шақыратын дауыс та. Арасында тышқысы көп бұның негізі. Көбісін ұмытып кетіп отырмын ғой. Күшті бірдеңе отыр негізі ше. Нұрс, қош келдің. Нұрс негізі Маратты әкпетуге келген. Марат бейгі бір жағы кетіп бадыр екен. Ана жерде біздің бағдарлама болатын еді көріп отты да қызық кетті ше. Сосын одан салдық. Ал! бас салды. Бірақ проект передача күшті екен кәдімгі кіре саласын отырасың. Еркін ғой, еркін. Еркін. Давайте, әңгіме айтайық. Енді өзіміз ғой бұл жерде. Өзіміз, бәріміз. Ана Ерекең келді ғой проектке. Нұрекеңнің сторисін көріп несін көріп қалдым да. Ерекең келіп не есіме түсті. Лига чемпиондың несі ғой. Тоттенхэм Аякстың камбэк жасайтын Соның гол. 1-8-ден бастап несін Ерекең мнениясын қарадым да. Финалға дейін дұрыс мнение айтпады ғой. жеңіле бере ма? Бүйтті ғой кім 1-8-де кім ойнады, кім ұшып кетті. ПСЖ ма біреу ойнады. Содан бастады ғой әйтеуір. Осындай менің ойымша андай уверен айтады ғой, андай нелер ше, коэффициент қандай не тігу керек. Менің ойымша 1,5 больше деді тағына. 0-0 бітті ма? 0-0 бітті. Сосын Барселона Ливерпульге барып ойнады ғой. 4-0 ма ұтылды ғой. Енді өзінің үйінде 3-0 ұтты. Енді кім Ливерпульдің жерінде тең ойнайды деді. Ол да болмайды. Сосын Аякс Атлетика. жоқ, Аякс пен Реал ойнады бірінші. Тоттенхэмге дейін бір шатасып алды. Аякс Аяксты вообще сенбеді ау дейді. 4-1 қылып жіберетін кез ма? 4-1 қылып жіберетін кезде. Менің ойымша бұл жерде енді Реал Мадрид проход деді. Кәдімгі андай көріп қойған құсап айтты ғой. Екеуміздің неге баратынымыз ше? Екеумізді УЕФА отказ берді. Астанада жүрген екеуміз сөйтті. Ерекең Ермұхамед Мәулен бірден звондайды ғой. Короче, бір матчтың 9-да бір матч болады, и 12-де бір матч болатын еді осындай. Чемпионат мира ма? Европа ма? Европа, бағдарламаға шақыртқан ба? Евро ғой. Чемпионат Европаның типа бір матчқа барасыңдар, соның ортасындағы жарты сағаттық окошкада прямой эфирде Казспортта отырып сөйлейсіңдер деді короче екеуміз. Сөйтіп екеуміз қанаттай ақ көйлегімізді киіп алғанбыз. Оған негізі УЕФА кәдімгі ана сол евроларды, мираларды өткізіп Мессилер ойнап жүрген жалпы УЕФА бар ғой. Сол хабардар екен. Чемпионат мира ғой, чемпионат мира ғой. Хабардар екен сондай болатынына ше. Нақты біз келетінін білмейді шығар енді. Бірақ хабардар. Ана бағдарламаға бару үшін де сол стандартқа сай адамдар келу керек қой. Журналист, спорт журналисті деген сияқты. Жоқ, әйтеуір бір танымал адамдар болу керек деп. Біз танымал емеспіз да ғой. Сонымен біз бардық қой. Сағат ана матчтың екінші таймына жақын келе беріңдер деді ғой. Екінші тайм басталатын кезде келсеңдер бітеді, содан кейін сразу сендер бастап кетеміз. Ана ойынға дейін жарты сағаттық уақытта сендер типа обзор айтасыңдар ана матчқа деді. Сөйтіп келдік. Сөйтіп 2-1 ма болып жатқан, по-моему, 85-ші минуттарында, 67-ші минутта ма бардық қой біз енді. 2-1 болып жатқан, анау бітеді, біз кіреміз деп. Бір кезде 90-ші минутқа жақын 2-2 қылды ғой, короче. Сөйтті да ДП-ға өтті ғой, короче. ДП-ға дейін 10 минут қосатын еді ғой ше. ДП болды ғой. ДП тең болды ғой, короче, ДП-да.
пенальтиге өтті. Иә. Болды уже біздің неміз уақыт кетті. Біз жоқ, біз ақ көйлекпен дайындалып Ана екінші ойын дайын тұр. екінші ойын Басталып жатыр ғой пенальти же. біткеннен кейін басталады ғой. Иә, бірінші. сол дайын тұр. Бір кезде пенальти де ұзақ болды ғой. Ана сызықта тұрмады бірдеңе. Пенальти ұзақ болды. Ішіндегілер кедергі болды. Иә. Бір кезде пенальти бітті. Екінші матч басталып кетті. Сразу же. Біз жоқпыз, короче. Біз бардық да. басталмай жатып айтты бірақ ар жақтан уефадан осындай не келіп жатыр айтып жатыр деп ше, отказ беріңдер, андай қоймаңдар деп ше, сразу матчты жіберіңдер деп. УЕФА қарсы алып түспей кеткен соң газпортқа соң. бірақ уефадан отказ алдық әйтеуір Бір сияз бар ма? Как будто екеумізді көріп болмайды кәдімгі рациямен андай нелермен хабарлады ғой, жүгіріп келіп отказ бір нәрсе біз отырдық та көрші Бір түрлі көзіңше айтты. отказ Ерекеңнің кітабын алдық та бір жерге барып шай іштік қой. Жақсы екен деп. 10 минут болса да болғыларың келді ма сәл болса? Иә, түскіміз келді ғой анаған. Бәрі көреді ғой, мерді не болып жатыр. Иә, бәрі көреді, еще қызық еді да. Барамадық қой. Анри Драгбалар көріп қала ма дедік қой эфирден. Тағы еще бізден обзор сұрайтын, не сұрайтын ше, жұбатып. Мақұл енді болмадыңдар ғой сендер. Мнениелеріңді айтыңдаршы деп бешек. Дагазда жұбатты ма? Фурқат бар ғой, Фурқат. Бәрін танисыңдар ғой. Сен қ.қ.ту тарифіндегі Түркістан сіздің шәкіртіңіз ғой. Тахан тойына бардық қой біз. Араласатын не қой өзі баяғыда қол осы кезде тойдақ. Сөйтіп Түркістанға тойға барғанбыз. Ол кезде андай ғой енді, ол енді араласып жүрген екен, ана сырттан келіп отқан адамдарға басқаша көңілмен қарсы алып не қыласың, PlayStation шығып қалған әлі ол кезде. Сөйтіп бірақ PlayStation'да андай ойнаймыз деп джойстикті ноутбукқа тығып Беглан сондай бірдеңе ұйымдастырған. PES ойнайтын ек, PES ше. Барынша Барынша күтті ғой енді. Гостиницадан орын алғанша, гостиница болғанда жаңағы жатақхана сияқты жерден енді бірақ бірге жатайық деп ше. Күшті болып жүрміз енді бірақ бірінші таң қалдырғаны барған кезде Фурқат таксимен келді ғой бізді. Біз базардан түсіп қалдық та енді. Сөйтіп таксиден түсті да ол алдынан Беглан түскен бе еді? Алдынан Беглан түсті, артынан келді. Сөйтіп Фурқат ақшасын төлетті таксидің. Есігін жапты да жақсы деп таксистен бірге кетіп бара жатыр. Машинамен бірге қолы қысқылған насау сағышы. Бірге жапқан ғой есікпенше. қол алжыған екен де қатты қол. Жапқаннан кейін де көкем де қарамаған ғой, жүріп баратыр бір өтірік айтпай ақ қояйық, бір 15-20 деп ше, бірақ 7-8 метр жүріп қойды ау. Кәдімгіше бірге ше машинамен. Қандай әріп келген миына ше. Мен соларға жетекші болып жүрген кезде шепетелдейлауым ба сондаймын ғой, ұрса беретінім ғой оларға, ұрса берем. Дайындықтың кезде тиім бөлі, Астанаға ойынға барғанда тиім бөлі. Киімдерің бірдей болсын, үтікте, шалбарыңды шетте балақсы, белдігің бірдей болсын, нәскиің дұрыс па, аппа нәски киіп шықпа деген сияқты. Кімге тартқан десем. Сөйтіп ұрса беретінім ғой. Ол жерде десет ешқайсысы маған не қылмайды да, жаңағы болды дей береді. Фурқат ол кезде екі кішкентай арасында ол тиім бөлі, ол мен ұрсам, оған еще бекат ұрса да оған ше. Ол тек ұрыстың астында ғой енді ол. Сөйтіп бір күні туфли ұмытып кеткен ғой ол. Шалбар қазір қара туфли кию керек. Фурқат ұмытып кеткен. Енді ол бар туфли ала салатын жағдай жоқ. Астанада қоңыр туфли киіп барған туфлимен сағанаға шығайын деп тұр ғой. Мен соның алдында бірдеңеге ұрыстым оларға. Реквизит тура алмай қалды ма? Ай қалам, бейт келген кезде бәрінде мен етір ғой енді. Бәрі мен істеуім керек, бәрі бірдеңе. Бейт қалған кезде қоңыр туфлиға көзім түсті ғой. Бәрі қап-қара әдемі киіп тұр келеді. Шетінде тұр ғой үшеуге, әбекісінде турланып қоңыр қара қазір қоңыр туфлимен тұр да. Фурқат сенде қара туфли әкелмейсің ба не дедім да. Ашуланбайтын деп. Қолды жоқ, бір апта болған ғой, ұрсып жүргенім бұл жерде нерві нараға келген ғой. Бірдеңе деп, язай бұл әкеге жоқ ма деп айтқысы келіп тұр да, айтамайды ғой. Я жәке дейді. Ата бірақ, я жәке деген сөзді кәдімгі. Ешақ, ауызды, жаңа мал деген. Бәрін сидірді ғой сол жерде. Өзім көп жіберген ғой. Бегі айда береді сұрады екен. Бізде қобалжудың патологы бақа ғой бізде.
жаңып кетеді ғой бақа. Бақаға сөз бердің бе, бітті ойынның алдында уже өз-өзін жоғалтып алады. Осы Түркістанда последний ойнап Түркістанда ұттық қой біз ана бір сол ойынға шығатын кезде бақаның вообще сөзі жоқ қой енді. Сөйтіп бақа сен бір сөз айт дедік те енді басында. Сосын чоста типа о мына Түркістан бастаймын Түркістан екі дүние есігі ғой Дегенде әрқайсымыз әрқайсымыз бөліп айтатын болдық қой төртеуміз. Түркістан деген сөз енді өлең ғой тақпақ бәрі білетін. Түркістан екі дүние есігі ғой деймін мен сол кезде бақа Түркістан ер түріктің бесігі ғой деп айту керек. Әй осындай жерден туған түркінің егеменген несі ғой. Иә, одан кейін мен дәлкісін айтамын, сол екіншісін. Түркістан ер Мен бастаймын ғой енді. О, қандай керемет зал, Түркістан деген көркейіп жатыр. Алдау ғой енді чостағы. Түркістан екі дүние есігі ғой деймін. Дайындықта айтады. Бақа, сен ұмытып қаласың деймін. Ұмытпаймын Нұреке деймін. Ұмытып қаласың деймін. Бега да түсіп жүр басына. Бұл Бека қайта сен ұмытып қаласың дейді. Бір қатар сөз ғой енді. Ер түріктің бесігі ғой деген айту керек қой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Соны айтайын десе Бека айтады сен ұмытып қаласың дейді. Бека қумашы, айтпалық, ұмытпаймын деп сөйтіп жүр ғой артта. Сөйтемін да Бекаға айтамын. Ой, пиздес айтам. Айталам деп жүрді ғой. Енді бастадық қой. Бека түсіріп отыр, короче. Видеоға түсіріп отыр. Бізді ойын емес, сол бақаға бала түсіріп отыр. Ұмытып қалады деген ставканы бәріміз қойдық қой. Ұмытып қаласың бақа дейміз да, бірақ ол жынысында ұмытпаймын мен дейді. Ойын болып отыр. Түркістан, Түркістан екі дүние есігі ғой деймін ғой. Сөйтсем бақа қараймын ғой. Біләлі, ұмытып қалады деген айттан удар тиген ба. Жаңып кеткен ғой. Дейді ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой деді да бақа. Түркістан екі дүние есігі ғой деді да бақа қарады. Ер түріктің бесігі ғой. Түркістанды ұмытып кетті. Түркістанды ұмытып кетті. Бека түсіріп отыр, өзіне қарады. Айттым ғой, ұмытып қалады. Бәрібір шатастың айуан. Бақа ше. Енді ондай енді андай ақ көңіл жігіт қой бақа. Жану демекші. Көп негізі ашулану сол сахнаға шыққанға дейін процесте болады ғой. Шымкенттегі ойында сен барып едің анау? Қобыздың үзіліп кеткен дауысын тап дейтін. Жоқ, Шымкент емес, нейде, Талдықорғанда. Талдықорғанда ма? Әкім кубогы. Диас қой. Сен де бүйіз қандай звук айтыпсыңдар ма? Қобыздың бүйтіп тартылып тұрып тың деп үзіліп кеткен дауысын тап деймін ғой мен. Музыкант шут сондай ма? Иә, шут сондай да. Болды дейді ғой. Сөйтіп одан алдын қатты ашуланып бір ұрысып алған бүкіл команда балаларға ше. Ашуланып сөйтіп сол ашудың үстіне кетті да, тауып қой дегенім ше. Бұйрықпен кетіп қалды. Сөйтіп ол барғанда таппасам болмайды ғой деген ғой енді. Табу керек, бірдеңе істеу керек. Мәкен жақсы не қылып бердіңіз ғой, бір айқайлап бердіңіз. Андай уже ойын басталайын деп отқан кезде негізі Мәкең де сәл диджейліктің несін атқаратын еді ше. Қатты жауапкершілікті алып ше уже. Бәрі боласың ғой. Өзі шұқылап бүйтіп турлайтын еді ана дес. Анау тек энтерді басып отырады болды. Көңіліңде де шықпайды да. Иә, сөйтеді да оған ұрысты ғой, сен диджейсің ғой, сен тапсай хотя бы осыны деп. Қазір таппасаң жаман болады деді ғой. Кетіп қалды. Сөйтіп кетіп қалды. Әдейі тексерген жоқпын ше. Сразу ойында көремін мен сен дедім. Қаншалықты тап жүр екенің ше. Бірақ ойнаймын, өзім ойнаймын ана шөткенше. Сен де рисковать етіп тұрсың ғой. Ол көрсетті ойында қаншалықты тап жүр екенін. Сол шөткен хабарлайды. Ойнап жатырмын, бүйтіп үзілетін дауыс күтіп тұрмын ғой. Құдай не болады екен деп ше. Үзілмейді анау. Үзілмеді басында сәл. Бірақ үзілді кейін. Пытынг деген дауыс шығады ғой, кәдімгі адамның дауысымен ше. Өз акциясы. Телефонға басып, анаға қойған ғой. Күліп өлейді ғой. Оң кейін күліп жібергенде кешіріп жіберді. Тату бір тыныш жер тауып алған ғой. Айтпесе республиканың бүкіл командасы шыға Талдықорғанда. Киімді бүйтіп істеген жер. Ана Талдықорғанның айналасы площадь сондай ғой. Қай жерден тыныш жер тауып алған. Я мына жақтарға қарап сөйлеп отырсам уже сахнаның жанына деп кетті. Ренжіп кетті ара тұрғанда. Сахна үстінде.
ойнамаймын деп еді. Әкесіне берейік деп еді. Деп андай балдар болады ғой, ерке балдар ше андай. Мақұл ойна деген сияқты. Андай қылып сөйледі. Шутка кірмей ма уже? Иә, уже. Дәмі кетіп қалған ғой. 3-тен кейін кетіп қалды да. бір мешбак болып жатыр да университетте. Факультет болып ойнайсың, филологияның атынан шығамын. Нұрсұлтан бар ғой, Беги, енді досымыз. Олар 3-4 баламен эконом факқа атынан ойнайды. И кімді қосып алған, Бауканы, Бафырды. Олар бір Тараздан ба 3 күн алдын бір жерге барып, кәдімгі шуткілерді көріп қойған ғой, дайын шуткілерді әкелген. Ерекең Ералаш редактор, әбетте көрдім. Аналар кәдімгідей 10 минут шутка ойнап жатыр ғой, кәдімгі. Бәріміз отырмыз, жартып жатыр эконом фак ше. Бақ жартып жатыр. Біздің команда менмен отқандар бәріміз күліп жатырмыз аналардың шуткасын. Дайын. Жоқ, редактура болып жатыр ғой. Редактурада бір-бірімізді көріп күліп отырмыз да. И эконом фак жыртып жатыр. Негізі эконом фак рейтинг тұғын постоянно. Мен и Әлкен ғана екеуміз таласатынбыз ғой. Әлкен вроде нормальный. Мен енді слабый болып тұрмын. Сөйтіп Ералаш көрмеген нормальный деді ғой. Реттілік қойды, мені 5-ші қойды, 6-шы эконом фак жабады. Жюрилерге отырды, Мәкеңдеріне, Ерекең өзі отырды, и бір Айнагүл деген апай отырды. Ол филолог. Ол сөздің төркінін, әзілін бәрін сондайларды қадағалайды да. Мәлі не істейміз дедім да. Өйткені 2 команда шығады финалға мешбактың. 3-ші болсаң ұшып кетесің. Әлкен шығып кетуі мүмкін деп тұрмын, аналар бетон шығады, яғни мен шығамай қалайын деп тұрмын ғой. Сөйтіп тез артқа бардым, аналардың шуткасын балдарға түсіндірдім ғой. Мынандай шутка бар, мынандай шутка бітеміз дедім да. 5-ші шығып, аналардың 4 шуткасын ойнап тез тастадым кәдімгі. Аналардың 6 шуткасын 4-ін мен ойнап тастадым кәдімгі. Жаман кір дейді. Дайын шутка тексерілген арманилердің шуткасы ғой. Ойнап болып поклон беріп кеттім ғой мен. Аналар артынан шықты, тура соны ойнады. Ерекеңдер ілініп отыр енді көргенде. Сөйтіп ойын бітті, сөйтіп бірінші орынмен шықтым ғой. Группадан ше. Айнагүл деген апайымыз қорытындылады ғой. Мынау эконом фактан шыққан балалар не деген бұл тәрбиесіздік. Сендер неге бір-біріңнің әзілдеріңмен бір ауыз ақылдаспайсыңдар? Филология, тілдің балдары. Қандай ғажап. Сендер шығып, соны қайтып көрсетіп отырсың. Ұят емес па бұл? Бірақ екеуінде де ұят жоқ па? Молды солардың жұткысы. 5-ші орынға ұшып кетті ғой. Бірақ командадан озды ғой. 2010-да казахи Казахиде ойнап жүрген кезде казахи неде ойнайды да Москвада. Сол кезде анау Украинада бір ойынға барып, бір ойын ойнады олар, короче. Сондай проектке барып ше. Смех ринга деген сияқты бір тамаша. Анау более пошлый ойнайтын жер ма? Иә, типа рингтің ішінде ойнайды. Күлдіресің, короче. Олар сол қонақ болып барған, екеу-ақ барған, Тұрсынбек аға бармаған, Қоянбаев, Нұрдәулет деген сияқтылар барған. И ойнап жыртады, короче, бір шутканы ойнайды да жыртсайды. Сөйтем да мен оны сотка жұртта интернет жоқ кез ғой, соткада экспресс мюзик дейтіндерде YouTube жоқ еді. Тек компьютерға кіріп мен 60 теңгеге 1 сағатқа отыратын едік қой баяғыда. Компьютерда жұрттың бәрі Counter Strike бірдеңе ойнаса, мен КВН көре отыратын тұғым. И шуткалар жазып отырасың, короче, штамповать етеді. Местныйда ойнаймын. 2011-де Байдың балалары деген команда, жанымда бір вообще сөйлей алмайтын балалар. Сөйтем да сол казахидің шуткасын аламын да. Ешак сол шутка ғой. Нұрдәулет. Нұрдәулеттің. Соны ойнап жіберемін ғой. Артып тастайтын. Арекең ба, не ғой кезде редактор. Жыртып тастаймыз, короче. Сөйтіп кетеді. 2012-де, бұлар 2010-да ұтылып қалды, 2011 ойнамады. 2012-де қайтадан ойнады ғой. Сборная Қазақстан болып. И сол кезде кәдімгідей Масляковта сол шутканы ойнайды ғой, короче. Тур сол шутканы. Ойнап болады, ойнап. Біз әлі несе Шымкентте сезонда ойнап жүрік типа. Шымкентте бір КВНштерге, Нұреке сіздің шуткаңызды казахи ойнап жүр ғой. Иә, жақсы әңгімелестік деп ойлаймын. Жігіттер көп рахмет. Амандықта, саулықта, Құдай қаласа осы жаңада айтып жатырмыз. Осы жақын арада Байдың балалары және Сырдария құрамасы болып, бір жаңа жоба бастағалы жатырмыз. Сол жобада да сіздерді күтеміз. Алдағы уақытта оны жақсылап тұрып айтамыз. Осымен бағдарламамызды өз соңына жетті. Аман, сау болыңыздар.